ұбт-да медианалар тақырыбында мынандай да бір қызық есептер кездеседі. Үшбұрыш беріледі, үшбұрыштың ішіндегі үш медиананың ұзындығы беріледі да, есептің тапсырмасы үшбұрыштың ауданын тап дейді. Медианалар мен қабырғалардың арасында мынандай байланыс бар екенін білеміз. Тыңлаңдар, енді үшбұрыштың ауданы 4-тен 3 көбейтілген медианалар арқылы салынған үшбұрыштың аудандарының көбейтіндісіне тең. Мына жерден қорытылатын қорытынды. Енді бізге 3 медиана берілді. Біз осы медианалардан құралған үшбұрыштың ауданын табамыз. Егерде осы үшбұрыштың қабырғаларының ұзындығы медианалардың ұзындығындай болған жағдайда, Герон формуласы бойынша P көбейтілген P минус A, бұл жерде A демейміз, енді MA көбейтілген P минус MB, P көбейтілген минус MC формуласына, Герон формуласын осылай түрлендіреміз да, осыған саламыз. Жалпы, мына жерде периметрдің қосындысы 20, 30, 48, 48-дің жартысы 24, 24-тен 12-ні алсақ 12 болады, 24-тен 15-ті алсақ 9 болады, 24-тен 21-ді алсақ 3 болады. Енді ұбт-да бәрін көбейтіп отырмаймыз, мүмкіндігінше жіктеп тастаймыз. 24 дегеніміз 2 көбейтілген 12, 12-нің өзі қалып тұр мына жерде, 9 және 3 қалып тұр. Енді қараймыз, мына жерде 2 12-ден 12 шығады, 9-дан 3 шығады, 2 мен 3 көбейтілгенде түбірасты 6 болады. Сонда біздің жауабымыз 36, түбірасты 6. Енді бізге берілген ABC үшбұрыштың ауданын табу үшін, ABC үшбұрыштың ауданын табу үшін, осы 36 көбейтілген түбірасты 6-ны 3-тен 4-ке көбейтеміз. Демек, медианалар қабырғалардан кіші болғандықтан. Енді мына жерде, мына екеуін қысқартамыз, мына жерде 12 қалады, 12-ні 4-ке көбейтсек, жалпы үшбұрышымыздың ауданы 48, түбірасты 6 сантиметр квадрат. Мына ұбт-да 1,5 минутқа арналған медианаға байланысты есептің жауабы болады. Үшбұрыштың ауданын табу жауабы 48 көбейтілген түбірасты 6 сантиметр квадрат.